Сәлем балалар, мен Айгөлекпін. Балалар, сендер аспанға қарадыңдар ма? Ол неге көк түстіге екен деп ойлайсыңдар? Шындығында күннің жарығы ақ түсті, бірақ ол бізге жеткенше ауадағы бөлшектерге соғылады. Жарықтың ішінде әртүрлі түстер бар: қызыл, сары, жасыл, көк. Ауа бөлшектері ең көп көк түсті шашыратады. Сондықтан біздің көзімізге аспан көк болып көрінеді. Ал кешке неге қызғылт сары немесе қызыл болады? Өйткені күн төмен түсіп, жарық ұзақ жол жүреді. Ұзын толқынды түстер қызыл мен сарылар көбірек жетеді. Міне сондықтан аспан кейде көк, кейде қызғылт сары болып көрінеді. Ал сендерге қай аспан ұнайды? Көгілдір күндізгі аспан ба, әлде қызыл сары кешкі аспан ба? Жарайсыңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.